Кеш жарық достар, бүгін сіздермен асқабақтан жасалатын самсаның рецебімен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді болатын бұл самсаның рецебімен міндетті түрде жасап достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ендеше рецебімен бөлісе кетейін. Жылы суымызға тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Тұзымыз ерігеннен соң қажетіне қарай ұнымызды қосамыз. Қамырымызды қатты қылып илеп қоймаңыздар. 15 минутқа қойып қоясыздар қамырды. Мен алдын ала теркадан асқабақпен өстіп өткізіп алдым. Асқабаққа пияз, бұрыш, дәміне қарай тұзды қосасыздар. Қамырымыз дайын. Осылай 8 бөлікке бөліп аласыздар. Қамырымызды өте жұқа 1-1,5 мм қылып жаясыздар. Барынша жұқа болғаны дұрыс, сонда арасы шикі болмай піседі. Шетіне сумен жабып шығасыздар. Көп сулап жібермеңіздер, қамырларыңыз жабысып қалатын болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минутқа қойып аласыздар.
бетіне сарымайымызды осылай шапшығамыз піскеннен соң. Және мен арнайы пиязбен қызанақ қосып қуырып алдым. Бетіне осылай 70 градуста жасап алдым. Соны саласыздар. 35 минутқа пісіріп аласыздар. Сол кезде сіздердің Дайын болған соң қамырларыңыз осылай біраздан бетіне соң сарымайымызды жұмсарып жағып, қалпына келеді. жұмсартып аласыздар. Және мен арнайы пиязбен қосып қуырып алған пальдемім бар. Қызанақты қосып, мұны осын бетіне осылай жағып аласыздар. Осылай піскеннен соң Біраздан кейін бұл қалыпты өзінің жұмсарып қалпына түсу үшін уайымдамаңыздар. осылай салып қоясыздар. Біздің асқабақ самсамыз дайын. Жұмсару үшін осындай Астарыңыз дәмді болсын. салып бетін жауып қоюларыңыз керек. Сонда самсаларыңыз біраздан соң